Адам тұрғызғаны рас па? Хеопс пирамидасы салынғалы бергі 4000 жыл бойы осы бір сұрақ адамзатты толғандырып келеді. Ол туралы аңызда көп. Осыншалық алып дүниені адам салу мүмкін емес деп күмәнданатындар да кездеседі. Біреулері жындар салған болуы ықтимал десе, бәзбіреулері бұл жер бетінде болған басқа өркениеттің белгісі дейді. Енді бірі жоқ, мұндай кереметті бөтен ғаламшардан келгендер салған деген болжамдарын ұсынып бағады. Неге болай? Себебі бүгінге дейін және технология дамыған қазіргі заманда да дәл осындай теңдессіз құрылысты адамдар әлі өз қолымен сала алған жоқ. Мысалы, 1989 жылы Париж қаласындағы Лувр мұражайының жанына салынған сәулетші Пейдің шыны пирамидасының биіктігі 22 метрден аспайды. 1972 жылы ақш-тың Сан-Франциско қаласында пирамидаға еліктеп салынған халықаралық штаб-пәтердің алып құрылысы бар. 48 қабаттан тұратын ғимараттың биіктігі 260 метр болғанымен көлемі Хеопс пирамидасының жартысына жетпейді. Сондықтан да Хеопс пирамидасы адамзат тарихындағы 7 кереметтердің бірі. Мысырдың Гиза жазығында тұрған Хеопс пирамидасын ұлы пирамида деп те атайды. Себебі 4000 жылдан аман жеткен жалғыз жәдігер биіктігі 147 метрге жететін әлемдегі ең алып ғимарат. Әрі өте дәл құрастырылған, ең ірі тастан жасалынған бірде-бір құрылыс. Хеопс пирамидасының жалпы салмағы 5 миллион тоннаға жетеді. Бүкіл құрылысты салуға 2 миллион текше тас блок жұмсалған. Пирамиданың ірге көлемі 5-15 гектар жерді алып жатыр. Оған 200 теннис алаңын, Римдегі әулие Петрдің 2 шіркеуін орналастыруға болар еді. Кезінде Наполеон Гизадағы басты 3 пирамиданың тас блоктарымен Францияның барлық шекарасын 3 метр биік, 30 сантиметр қалың қорғанмен қоршауға жетеді деген қызық есеп шығарған екен. Осындай ақылға сыя бермейтін алып дүниені 4-ші әулеттің 2-ші басқарушысы Перғауын Хуфу біздің эрамызға дейінгі 2551-2528 жылдары Ніл өзенінің батыс жағалауына өзінің болашақ моласы етіп салғызған. Пирамидадан бүгінге жетпей жоғалғаны құрылыстың ұшар басынан көз шағылыстырып тұратын 3 бұрышты сом алтын. Пирамиданың сыртын түгелде қаптап, алыстан аппақ қардай етіп көрсететін әктас тақталар. Пирамидалар қалай салынды? Ең әуелі пирамидалардың өте дәлдікпен салынғаны таңғалдырады. Соншама көп тастардың қандай жолмен өңделіп, қалай жеткізіліп, қалайша қаланғаны да жұмбақ. Геометриялық орналасу да ғажап. Оның төрт жағы дүниенің төрт бұрышына бағытталған. Бар жоғы 8 минуттық ауытқу байқалады. Ал Хеопске көрші 143,5 метрлік биік Хафр пирамидасы. Келесі 65 метрлік Менкаур пирамидасы, үшеуі биіктен қарағанда батысқа қарай дәл өлшеммен шұбырта бағытталып салынған. Хеопс пен Менкаур пирамидаларына қатарласа қаз-қатар 3 кіші пирамидалар орналасқан. Ол перғауындардың әйелдері мен апа қарындастарына арналған молалар болған. Олардың да өзара өлшем ұқсастықтары егіз тамшыдай. Хафырдың тұсына таман салынған адам басты, арыстан денелі 20 метрлік әйгілі алып сфинкс, тұтас жартастан қашалып жасалынған. Қарапайым құрал саймандармен мұншама сұсты дүниелерді қалай салғаны туралы дәлелді болжамдар ғана айтылады. Әйтпесе сырлы жұмбақтар сол алып тастармен бірге қаланып, уақыт қойнауына мәңгі жұтылып кеткенге ұқсайды. Пирамидаларды салмас бұрын оның тұратын орны тегістелген. Мінсіз тегістеу үшін құрылыс алаңына су жіберілген. Құрылыс алаңы дымқылданып, жібіген соң торкөз жыралар қазылған. Жыралардың тереңдігі бірдей болу үшін арнайы таяқтармен өлшеп теңестіріп отырған. Су тартылған кезде жыраларда шамалы су қалдырылған. Осылайша судың көмегімен жібітілген тасты қыртыстарды түгел тегістеген. Арада 4000 жыл өтсе де пирамидалардың сырға толы жұмбақ құпиясы әлі толық ашылған жоқ. Ғалымдар арасында ашылмай қалуы мүмкін деген жорамал да жоқ емес.